Сәлем достар, бүгін мен утканы маринадтайтын боламын. Парақшама тіркеліп, лайк, коммент жазып, мені қолдай кетіңіздер. Ең алдымен уткамызды осылай турап шығамыз. Бұл жерде менде 10 килограмм утка бар. Енді пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Енді тұз сеуіп, араластырып аламыз бірінші. Сосын утканың бетіне себіп, 2 лимонды осылай сығып, соғын салатын боламыз. Одан кейін 4 пачка шашлыкке арналған приправаны қолданамын. Және 4 ас қасық тұз. Және қаймақ қолданамын, 15%. Және көз мөлшерімен қара бұрыш және 1,5 литр сарыағаштың суын құйып, жақсылап араластырамын. Және келесі кезекте паприканы осылай сеуіп шығамын. Піскенде қызарып, әдемі болып пісетін болады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте дәмді, сочный болып шығады. Ас болсын.